1988 жылдың наурыз айында осы мына біз қазір сөйлеп отырған мемлекеттік архивтің басшысы Марат Қасанаев Россияда тұратын Татьяна Невадовская дейтін кейуананың өлеңмен жазылған хатын жариялады Ленинская смена газетінде. Татьяна Невадовская қыз кезінде Қазақстанда 32 жылы өз көзімен көрген аштық суреттерін фотоға тартқан екен. Татьяна 30 жылдары Қазақстанда өмір сүріпті. Ол кезде 19 жасты екен. Ал Ленинская смена газетіне басылған аштық туралы әйгілі өлең көз алдында мұз құрсанған өліктер сұлық қалды, шырылдаған сәбилер суып қалған омырауды тырмалап деп басталып. Білмейді олар Мәскеу жақта той тойлап, мәз-мейрам боп, астық жиып жатқан деп жалғасып кете барар еді. Совет заманында ашаршылықты сөз ету міне осынау шумақтардан басталса керек. Мың 1988 жылы қараша айында Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты бүкілодақтық конференция өткізеді. Қазақстан мен Орта Азиядағы жұмдастырудың тарихы мен тағылымы тақырыбында. Сол жолы қазақ даласындағы ашаршылықты зерттеу мәселесі талқыланады. 1991 жылы белгілі тарихшы, сол кездегі халық депутаты Манаш Қозыбаев жоғарғы кеңесте сөз алып, ашаршылық мәселесін күн тәртібіне қояды. Сөйтіп 91 жылы 11 қарашада арнайы үкіметтік комиссия құрылған. Комиссия төрағасы жаңағы Манаш Қозыбаев комиссияның мүшелеріне сол кездегі министрліктер мен ведомстволардың басшыларын енгіздірдік әдейі біздің ұсынысымызбен ең бірінші кезекте ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, ішкі істер министрі, бас прокурор, жоғарғы соттың төрағасы, міне осындай адамдарды енгіздік, себебі солардың сол мекемелердің архивтерінің құжаттарын қарау керек болды. Атаулы ведомстволардың архивіне түрен салған зерттеуші ғалымдардың алдынан ашаршылықтың ащы шындығы айқара ашыла берген. Зауал ел жадында қалып, ауыздан ауызға сыбырмен ғана көшкен қаралы суреттерден де жүздесе жойқын екен. Алғашқы сүргінді қазақ 1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін ақ қарсы алыпты. Қырсық бір айналдырғанда шыр айналдырып, қазан төңкерісінен кейін азамат соғысы басталады. Қазақ даласы сол соғыстың табанына түседі. Ел үшін сүзек жайлап, оңтүстік өңірлерде егін шықпай қалады. Оның үстіне 1918 жылдың 13 мамырынан большевиктер үкіметінің азық-түлікті тәркілеу саясаты күш алады. Диқаншылығы мәз емес, күні 4 түлікке қарап отырған қазақтың малы талауға түседі. Сөйтіп 17 жылы Түркістан өлкесін жайлаған аштық 21 жылға қарай Қазақстанды да жалмай түскен. Ол кезде бір қиын жыл болған, астық шықпай қалды. Сол кезде мына астықты мына көшпелі халыққа береміз бе, бермейміз бе деген әңгіме туып, сол кезден ақ қарсылықтар туа бастаған болатын. Бізге мына маркстік тұрғыдан болашағы жоқ, экономикасы әлжуаз халықты асырағаннан гөрі бізге әлемдік революция жасайтын қызыл армияны асыраған әлдеқайда тиімді деген көзқарас ұстанған болатын. Ауылды қызылдар да тонайтын, ауылды ақтар да тонайтын. Тонап қана қоймай, сол халықтың арызданына қол салып, оны мал ретінде таптап кетті деуге болады. Мінекей осындай жағдайда 21 жылы бұл 3-4 жылға созылған ашаршылық шырқау шегіне жетті. Қазақтар марксистік тұрғыдан әлжуаз, онсыз да өліп бітуі тиіс. Сондықтан аштықпен күресіп, қаражат шашудың қажеті жоқ. Одан да революция үшін майданды қолдау маңызды. Түркістандағы төңкеріс жетекшілерінің бірі Иван Таболин Түркістан орталық комитетінің мәжілісінде дәл осылай деген болатын. Ал алаш азаматтар зауал кешкен жұртын ажал шеңгелінен құтқарудың қамына көшеді. Міржақып Дулатов Абай журналында аш-жалаңаш қазақ-қырғыз бауырларға жұрттан жеткілікті жылу жиып, рулы елімізді өлімнен сақтап қалу мақсатымен Семей облысының Алаш қаласында қазақ комитеті һәм жастардың жанар атты ұйымы басшылық етіп, қауым жасады деп жария қылады. 21 жылдың аяғында қазақ зиялылары, оның ішінде алаш азаматтары, кешегі Алаш орданың мүшесі болған азаматтар комиссия құрып, Қазақстанның барлық облыстарында халық санағын өздерінше жүргізген. Сол комиссияның қорытындысын Мұхтар Әуезов 21 жыл Ташкентте өткен қазақ құрылтайында жариялады. Ол айтады, 1.700.000 қазақ қырылды, оның 1 миллионы ересек адамдар болса, 700.000 жас балалар болды. Бұл кезде ұйым бастығы Әлихан Бөкейханов
көмекшісі Мұқаш Поштайұлы, комитет төрағасы Міржақып Дулатов, орынбасары Жүсіпбек Аймауытов, хатшысы Мұхтар Әуезов болып 7000 сом қаражат жиған. Ахмет Байтұрсыновтың бастамасымен Қазақстан мен Түркістан деңгейінде аштарға көмек комитеті жасақталған. Әлихан Шыңғыстауды, Міржақып Семей уезін, Мұхтар Ертіс бойын, Жүсіпбек Баянауылды 2-3 ай адақтап 15 000 ірі қара жиған. Оны Торғай, Ырғыз, Қостанай уездеріндегі, Орал губерниясының біраз бөлігіндегі ашыққан елге таратып берген. Өкінішке қарай, осыншама тырбанғанның өзінде 1 700 000 адамнан айырылған қазақтың Қазан төңкерісінен бергі 5 жылы Ілияс Жансүгіров айтпақшы, өз баласын өз үйтіп сирағын жеп, көр азабын тірідей көрумен өтті. Анау 1917 жылы Қазан революциясынан кейін орнаған кеңес мемлекеті батыс елдерінен өзгеше, саяси, экономикалық құрылымы өзгеше мемлекет болатын. Сондықтан оған әрине сол революция сол өз елдеріне де тарап кетпес үшін жан-жақтан Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Франция сияқты мемлекеттер экономикалық блокада жасады. Британия дипломатиялық байланысты шорт кесіп, 1929 жылдар тіпті Ресеймен соғыс жағдайына дейін аңдасады. ақш 33 жылға дейін тым-тырыс жатып алады. Осылайша батыс алпауыттарынан қарыз алып, артта қалған аграрлық Ресейді алдыңғы қатарлы индустриялы елге айналдырам деген Сталиннің есек дәмесі күл талқан болады. Көзі қарауытқан коммунистер ендігі қайырды ауыл шаруашылығынан күткен. Ал шаруа жайы мен қара шекпендерді қара шегіртке қаптатсаң да шеті кетілмейтін байтақ қоныс Қазақта ғана бар еді. Патша заманында басталған Столыпиндік отарлау реформасының большевиктер тұсындағы сталиндік жалғасы осылай қолға алынады. мың 1927 жылы Мәскеуге келген ағылшын шахтерлар кәсіподағы делегациясының алдында Сталин: "Бізде социализм күннен күнге нығаюда, бірақ біз биыл астық науқанын орындай алмадық. Оған кесірін тигізген кулактар" деп мәлімдейді. Мұртты көсемнің осынау бір ауыз емеуріні Қазақ атқару комитетінің 1928 жылы 27 тамыз күнгі аса ірі бай шаруашылықтар мен жартылай феодалдарды кәмпескелеу және жер аудару туралы декретін айналып шыға келеді. Байлардың қолында барлық мүлкін тартып алып өздерін жер аударып жіберді. Байлардың мүлкін қайтты. Кедейге берді, кедейге бермеген ортақтастырды да, сол ортақ мал енді жоқ қой оны. Оны тоқ қоймай сойып, тоқ қоймай ет қып, Мәскеуге артып жіберді. 28 жылы күзде үлкен тәркілеу өтті. Оған енді қарсыласады-ау, қарсы пікір айтады-ау дегеннің бәрін қоса істі қыла бастады. Алашша ойлау, тәркілеуге қарсылық жасаушылар, тағы сол сияқты деген желеуменен 28 жылдың күзінен біздің алаш қайраткерлерін тұтқындай бастады. Қазақстанда 700-ге жуық ірі шаруашылықтың ірі қараға шаққанда 150 000 бас, немесе 1,5 миллион ұсақ малы талауға түсіп, қазақтың мыңдайдаған байлары тұқым тұяғымен жер аударылған. Онымен қоймай, 1927 жылғы коммунистік партияның 15 съезінде мақұлданып, 32 жылдың көктеміне дейін елдің шаруашылығы жеке қожалықтан ұжымдық шаруашылық айналып үлгеруі тиіс деген желеумен ұжымдастыру науқаны басталып кеткен болатын. Ал басты кәсібі малшылық, бар тіршілігі төртлікке қараған қазақтың өре түрегелмеске шарасы жоқ еді. Коллективизация жылдарында болған көтерілістер бар. Созақ, Адай, Абралы, тағы басқа көтерілістер. Сол көтерілістер бандиттік көтерілістер дейді. Бұлар 15 ауданда Совет үкіметін құлатты. 34 000 адам қатысты. Бұл менің цифрым емес, Голошокиннің Сталинге жазған хатынан алынған. 1932 жыл 9 қыркүйекте жазған. Орталық үшін осылай деп қаралы фактілермен басталған хат ары қарай көңілді ноталар құласар еді. Өйткені Қазақстанды басқаруға келген күні-ақ қазаққа деген қара ниетін анық аңғартқан Голошокин социализм құрылысына қарсы тұрғысы келгеннің бәрі жер жастанғанын мақтана баяндайды. Бұл жақтың мәлімдеуінше ұжымдастыру науқанын теріс көрген 165 000 қазақтың тап жау ретінде көзі жойылған. Голошокиннің ақпан төңкерісіне дейінгі өмірі қуғын сүргінмен өткен. 6 жылда 7 рет абақты көрген қаны бұзық, зұлымдығы зіл батпан адам еді. Қазақ оны қужаға тандырғанда өзіне төнген ажал сұлбасын анық аңдаса керек. 1918 жылы 2-ші Николай патшаны жанұясымен бірге жаһаннамға жіберу арқылы партияластарының сеніміне кірген ол 25 жылы Қазақстанның тізгінін алады. 25 жылы күзде бізге орталықтан Голошокин келді басшылыққа.
сол орталықтың эмиссары ол мүлдем басқа саясат жүргізді. Өйткені орталықтан олар қазақтың жай-күйін әбден зерттеп келген өзінше. Олар жалпы сана сезімін қырнап, бір белгілі бір ойлау пайымын қалыптастыру, оларды тек коммунистік тұрғыда былай қараған уақытта даярлау мәселесімен келген. Келе Қазан революциясы қазақ ауылдарын айналып өтіпті деп байбалам салып, Сталинге өзінің алдағы саяси бағытын нұсқап хат жазып, батасын алып, кіші Қазан тобалаңын бастап келіп жібереді. Олар ойлап Америкадағы үндістерді қалай қырған американдықтар. Сол тәсілді пайдаланбақ болған ғой. Пайдаланған ғой соны. Американдықтар сол үндістермен соғысып, жаңа мойығынан кейін бұлар не істеу керек? Олар тау-тасқа тығылып қалады жаңағы. Өздері мерген болады, жауынгер болады. Сонда бұлар ойлап, ана жейтін тамағын құрту керек дейді. Бизон болмаса үндісте болмайды дейтін америкалық тәсілдің сталиндік нұсқасымен әуелі қазақтың ірі байлары мен орта шаруаларын тутала қайғылды. Одан соң ұжымдастыру дүрбелеңімен Жарлы Жабықайдың көтерем торпағына дейін қисып колхоз меншігін өткізді. Бір-бірінен күншілік жерде отырған ауылдарды қыс ішінде күштеп көшіре бастады. Қарсыласар дәрмен жоқ еді. Қазақ өлкелік комитетінің хатшысы Галиудовтың колхоздасуды жылдамдату үшін теріс пиғылды 15-20 адамды атып тастауға болады дейтін сөзі газетке басылып, бұрынғыдан бетер еркінсіген шолақ белсенділер бас көтергенді қанға бөктіретін болды. Қазақ даласында ұлы жұт басталған. Ауылдардағы, алыс аудандардағы адамдардан қырылып жатқан, әрбірден келген адам етін жеуге дейін барған сорақылықтар туралы ешбір жергілікті басшы қызметкерлер жоғарыға баяндаған жоқ. Тек сылап сипап қана анау ауылда, Бәленбай ауылда ашаршылық жаңағы байқалады, адамдарға азық-түлік тапшылығы байқалады деген сияқты сөздермен айтады. Заман Қазақстандан газет істеп жүргенде Жұмабай Шаштай деген бас редактор бір күні архивқа барып, мемлекеттік, сонда 32 жылға социалды Қазақстан деген газеттің тігінділерін алып, сол материалдарды қарап, мақала жазып алып келіңдер деді. Сонда қайран қалғанын мен жағамды ұстадым. Сонда халық миллиондап қырылып жатыр қазақ. Ал ана газетте социализмнің жаңағы жеңіске жетіп жатқандар туралы бір жеңімпаз репортаждар, аштық туралы бір ауыз сөз жоқ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев келер жылы сүйектерін қайда шашылып қалғанын білмессіңдер деп, өлерінен жыл бұрын өзіне ас беріпті. Айтқандай-ақ келер жылы кісі бойындай қар жауып, боран қасқыр шұлып, 1931-дің қандазу мешін жұты күллі қазақ даласын албастыдай басып жатты. Шешем менімен емізулі қарындасымды алып, төркініне қарай кетіп бара жатты. Мақсаты бізді сақтап қалу. Кеш құрмет. Үйірлі қасқыр алдымызды орап, о жағымызға бір шығып, бұл жағымызға бір шығып айнал соқтай берді. Шешем айғайға басып, таяғын шолтаңдатқанымен, қасқыр бәрібір әлсіз екенімізді аңдаған еді. Шешем қасқырды алданқырап қалдыру үшін құндақтаулы қызын жерге қойып, аштан бұратылып, әзер келе жатқан мені арқалап алып жөнеп берді. Сөйтіп елге жетіп, улап-шулап қайта келгенде там-тұм болып шүберек қана қалған екен. Аштық Алаш баласының буынына түскенде большевик көсемдерінің қазаққа деген қысас саясаты да барынша күшін енген. 1931 жылдың жаманатты хабарын Кремльден Қазақстанға Анастас Микоян жеткізеді. Микоян 30 жылдар үкімет төрағасының орынбасары, КСРО жабдықтау сауда министрі болатын. 1931 жылы ақпан айында сол Алматы қаласына келіп, Қазақ өлкелік партия комитетінің бюросының мәжілісін өткізіп, соған қатынасады. Сонда Қазақстанға сол кездегі жаңа тәртіп бойынша 2 айдың ішінде қаңтар ақпан мемлекетке тапсыратын мал басының 70%-ын орындау туралы ол мәселе көтерді. Іздегенге сұраған Голошопин елді шектен тыс ет салығына жүгіндіреді. Ондағы шешім бойынша қолда бар малдың 50% етке өткізіліп, қалғаны колхоздың өзінде қалуы тиіс болатын. Және қай ұжымның қанша бас мал өткізері жыл бұрын жинап алынған есеп бойынша жүргізілген еді. Ал жыл бұрын социализм ұранына еліккен шолақ белсенділер өз иелігіндегі мал басын бар мөлшерінен асырып көрсеткен. Ауылнай біткен атқа қонып, қара халықтың үстінен қамшы үйіруді үдетіп әкетеді. Ал салықтан жиналған мал етке өткізіліп, Ресейдің орталық қалалары мен Сібір, қиыр шығысқа жөнелтіліп жатты. Голощекин немесе Сталин әрбір қазақтың ауылына, оның қорасына барған жоқ. Жергілікті жерде іске асырған тікелей өзіміздің қазақтың басшы қызметкерлері мен ауыл белсенділері. Қарқаралы ауданында 31 жылы аудандық атқару комитетінің төрағасы Түйебаев деген кісі
мал жинап алып кел деген тапсырманы орындамақ үшін бір адамды арбаның дөңгелегіне байлап тұрып сабаған. Жарты жылда Қазақстандағы барлық малдың 80% етке өткізілген. Қазаққа қырғын таптыру ісіне білек сыбана кіріскен Голощекин 1931 жылы 9 желтоқсан күні жолдастар, отанымызға жүн керек, қысқа мерзімде 100 тонна жүн өткізіңіздер деп жарлық шашады. Мүмкін емес еді. Өйткені мұншама мөлшерде жүн беретін аша тұяқ жоқ. Болса да қазақ қыста қой қырықпайтын. Алайда Қарабасының амандығы үшін ағайын туғанды құрбандыққа шалған ауып парком хатшылары мен шаруашылық меңгерушілері әр қазақтың желкесіне тұрып, қорасындағы бірдекіл қараның жүнін сыпырып алады. Қырқылған арық қой суықтан қырылып жатты. Ұлы жұт Қазақстанның 8 қиыр 4 тарабын бірдей шарпыды. 1930 жылдың өзінде 313 мыңның үстінде, келер 31 жылы 755 мың қазақ аштан өлген. Бұдан ары қарайлайтын ештеңе жоқ еді. Ел қонысын тастап, бет ауған жаққа босып кете барды. Босқындардың жалпы саны қанша дейтін болсақ, Қазақстаннан шығып кеткен осы біздің Кеңестер одағының ауқымындағы босқындардың саны 600 мыңның айналасы. Сонымен бірге шетелге кеткендер бар. Шетел деп біз әрине Кеңестер одағының территориясынан тыс жерлерді, Қытайды, Ауғанстанды айтып отырмыз. Шетелге кеткендердің саны 100 мың адамнан аспайды. Олардың кеткені дұрыс, әрине. Неге олар аштан қырылу керек осы жерде отырып? Өкінішке қарай атамекеннен ауып, жат жерді паналай барған қазақтың о жақтағы тағдырда қыл үстінде. Бір үзімнан бір күндік жарықтың өтеуі олардың адами, рухани келбетін жалаңаштады. Сол кезде сұмдықтар болған, бала сатқан, балаларын сатқан ғой жаңағы. Астыққа сатқан балалар. Сөйтіп біздің қарагөз кішкентай бүлдіршіндеріміз кім көрінгеннің қолында кетті ғой жаңағы. Кішкентай балалар. Бұл балалар енді құл болып егін егеді, айтады, шаруа жайында жүреді. Қыз балалар есейе бергеннен кейін сол сарттың біреуінің қатыны болып кетеді, мысалға айтайық. Осылай тарап ел керемет шығынға, моральдық, рухани шығынға ұшыраған. Сталиндік зұлматтың отын маздатып отырған жендеттер енді қазаққа мүйіз салығы мен шүберек салығын салған. Жинап алып түк қоймай өртеп отырған. Үрерге иті сығарға биті қалмаған қазақтың мүйіз салығынан құтыла алмасы анық еді. Ал ескі құсқы киімдерін алаша сырмақтан тартып қылаяғы қыларқанға дейін сыпырып алған шүберек салығынан кейін қазақ бір жола тышқан аулауға көшкен болатын. Қас қылғандай сол жылдар даладағы тышқандар да құрып кетіпті деседі. Камил Ақышев деген кісі бар. Алтын адам тапқан. Осы кісі кемтар адам еді. Қолының бар күйік болған жарты денесі. 32-ші жыл аштықтан өліп жатырмын дейді. 5-ші күні жығылып болған екен, жартылай өртеніп кетіппін дейді. Бәрі қырылып болған дейді. Біреуге басымды көтер дейді. Қарасам, нағашым Қаныш Сәтбаев екен дейді. Сол кезде Қаныш Сәтбаев Жезқазған қаласында тұрады. Баян ауылдағы ауылына пикоп деген машинамен келіп дейді. Ауыл ешкім жоқ, қырылып болған, бір адам жоқ. Сонан 8 баланы жұрттан тауып алды дейді. Соның бірі менмін дейді. Сол 8-мізді машина үстіне жатқызып тіріде немен әкіп келді дейді. Жезқазғанға әкіп келді дейді. Ол кезде ол кісінің үй іші орыс кісі дейді. Жиіркеніп бізден. Бетімізден, қап-қара кірімізден қараған жоқ, айғайлап отырып, әр кісіге бәріміз отырды дейді. Сол бәрімізді оқуға түсірді дейді. Сол 7 баланың 6 академик дейді. Ресейдің 1931 жылдан жарық көріп келе жатқан «Знамя» журналы өзінің 89-шы нөмірінде Совет үкіметі 1928 жылдан бері қай елге қанша пұт астық сатқанын жариялайды. Бақсақ, 28 жылы шетелге 1 миллион пұт астық сатылған, 29 жылы 13 миллион, 30 жылы 48,3 миллион пұт астық шетел асқан. Ұлы жұт қазақ даласын жайпап бара жатқан 31 жылы 51,8 миллион, келер жылы 18 миллион пұт астық Совет үкіметінен сатылымға шығарылыпты. Ал сол 32 жылы қазақ бірінің етін бірі жеп жатқан болатын. 1932 жылы командировкамен Кент қаласына бардым. Машинадан түстім. Айналада тірі жан көрінбейді. Ештеңе жоқ. Ұзыннан салынған қора ғана тұр. Есігін ашсам, үлкен қораның іші қатар-қатар жиналған мәйіттерге толы. Кейбір адамдардың көздері ашық жатыр. Бірақ әні-міне өлетіндер көрініп тұр. Жан жағыма көз салсам, бір ошақта үлкен қазан қайнап тұр екен. Бірдеңе пісіп жатыр. Қақпағын ашсам, қайнап жатқан судың ішінен жас баланың бірде аяғы, бірде қолы, бірде өкшесі көрінеді. Міне,
сол кезден бастап мен халық жауларының жауы болдым. Наркомзем, мысалы үшін 1933 жылдың басына дейін Қазақстанда қысқарған халықтың санын 1.831.000 адам дейді. 33 жылды есептемегенде. Ал бірақта 33 жыл аштық жалғасты ғой. Бұдан ары қол қусырып қарап отыруға болмайтын, бірақ қолдан келер қайраны да жоқ. Күллі қазаққа сауын айтып, жылу жиып, 21 жылғы аштықтан жұртын сүйреп шыққан алаш азаматтары бұл кезде атылғаны атылып, аман қалғаны ит жеккенде иттірлік кешіп жүрген. Ал елдің ішіне іріткі салып, сырттай қызықтаған большевизмнің айтағын еріп, ел жақсыларын өз қолдарымен матап берген қазақ коммунистерінің бар қайраны орталыққа аштықтың барысын айтып, есеп беру ғана еді. Ақмоладан өткеннен кейін балуан Шолақ туған. Міне Қасымханның ауылы жағы. Біржан туған. Жаңағы атақта бір ай салып жүрген туған ауылдары бар. Осы бір ауылдың ақсақалы өткен жылы қайтыс болды, 22 жылы туып еді. Сол 31 жылғы аштықта кішкентай баламын дейді. Сол кезде Балмағамбет, Жармағамбет деген ағайынды 2-3 адам зат болды дейді. Солар түнде кетіп қалады да, анау Астархан жаққа барып, Астархан ауданын айтып отырмын. Мына жақта жаңағы Ақсу жағына өтіп кетіп, орыстардың жаңағы малдарын ұрлап әкеп, сойып, орман ішіне асып апарып бізге әкеп береді дейді. Жеп аламыз дейді. Сонда қызыл жағалылар дейді әкесі, сендер ет жепсіңдер ғой. Ет жегендерің шын ба? Неге өлмейсіңдер? Неге сендер тірі тұрсыңдар деп тексереді дейді. 1932 жылы 4 шілдеде өлке парткомының бірінші хатшысы Голошокинге Ғабит Мүсірепов бастап, Қазмен баспа меңгерушісі Мансұр Ғатулин, Камвуздың проректоры Емберген Алтынбеков, орынбасары Мұташ Дәулетқалиев, Госплан энергетика секторының меңгерушісі Қадыр Қуанышевтер қол қойған бесеудің хаты түседі. Хатта қазақты жайлаған аштықтың ащы шындығынан деректер келтіріліп, Баргілтипан социализм саясатындағы асыра сілтеулерде жатқаны баяндалған. Алайда бесеудің хаты 15 шілдеде өткен Қазақ өлкелік бюросы мен өлкелік басқару комиссиясының біріккен мәжілісінде ұлтшылдықтың анық көрінісі, Қазақстандағы социалистік қайта құру ісінде қол жеткізілген күллі жетістіктерді толығымен бүркемелеп, тек теріс сәттерді бадырайтып көрсету, өлкекомның жүргізіп отырған барша бағытын сынау деп танылады. Хат иелері жөнге салынады. Қателескендер мойындатқызылды, сөйтіп оның бәрі өздерінің өкінген, опынған хаттарын бәріне жинап алыптағы арнайы бюрода қарап, бұлар біздің социалистік құрылыстың жетістігіне кір жауышылық бұл, бұлар біздің қолдап ұсақ кемшілікті дабырайтып көрсетіп отыр, бұлар ұлтшылдық көзқарас бұл, бірақ бұлар бұрын ешқашан бұндай қателік жасамаған еді, енді сондықтан әрі мойындап отыр қателіктерін, сондықтан кешіреміз деп бір сөгіс беріп сөйтіп қойған болатын. 1929 жылғы 1 қаңтарға республикадағы мәлімет бойынша 47 миллион бас мал болса, ұсақ малға есептегенде. 34 жылдың 1 январында сонан 4,5 миллион ғана қалған екен. Алайда мал түгендерлік сиқы жоқ еді қазақтың. 1897 жылы Ресей империясында алғаш рет халық санағы жүргізілген. Онда қырғыздың саны 201 мың, тәжік 350, түркімен 281, өзбек 726 мың екен. Қазақ 4 миллион 84 мың адам деп көрсетіліпті. Күллі Орта Азия халқы қазақтың жартысына да жетпеген. 1911 жылғы санақта қазақтың саны 8 миллионның үстінде еді. Арада 28 жыл өтіп, 1939 жылғы санақта түркімендер 760 мыңға, қырғыз 750, тәжік 900 мыңға шығып, өзбектің саны 3 миллион 900 мыңға жеткен. Ал қазақ небәрі 2 миллион 300 мың ғана болыпты. Қазақ содан қайтып 1929 жылғы санына 1970 жылы әрең ілінген. Сонымен ресми 32 жылдың есебі шығарылған қырылған қазақтың, Қазақстан халқының ол 2 миллион 300 мың. Ал енді 21 жылы шырқау шегіне жеткен ашаршылықтың шығыны 1 миллион 700 мың. Сонда ол екеуін қоссаңыз қарапайым арифметика 4 миллион халықтан біз айырылған болып шығамыз. От голода погибло в 29-33 годах почти 40% казахов. У нас было бы примерно 45-60 миллионов человек. Все, почти 40% просто от голода погибло. Бұл бүгінгі жұрттың әттең айы. Ал ол замандағы ахуал мүлдем кері қарайды.
4 миллион қазақтың сүйегінің үстіне социализм орнатып берген Голошокин 1933 жылы қаңтарда табанды коммунист деп мадақталып, бүкіл одақтық лауазымды қызмет, жоғарғы төрелік сотты басқаруға аттанады. Қазақтың қолдан ұйымдастырылған қос аштықта жер бетінен көшкен 4 миллион қандасты айтып, азат тұтылуына әлі ұзақ 58 жыл бар болатын.